Мемлекеттік қызметшілер арасында дәстүрлі спартакиада жалауын көтерді. Биыл 27-ші мәрте өткізілгелі отырған спорттық бәсеке облыс әкімінің жүлдесіне арналды. Аумақтық мемлекеттік орган қызметкерлері арасындағы додада 32 команда бақ сынамақ. Дәстүрлі спартакиадаға жалпы 32 командадан 1000-ға жуық мемлекеттік қызметші қатысып жатыр. Ведомство қызметкерлері спорттың 9 түрінен сынға түсуде. Жарыстың мақсаты бұқаралық спортты дамыту, қызметкерлер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау. Сондай-ақ әуесқой спортшылардың әлеуетін арттыру. Спартакиада 21 маусымда мәресіне жетпек. Спартакиада 9 спорт түрін біріктіреді. Яғни тоғызқұмалақ, шахмат, шағын футбол, волейбол, жүзу, үстел теннисі. Төрешілер құрамы ұлттық дәрежедегі төрешілер құрамына жасақталған. Жарыс өте сапалы өтіп жатыр, себебі төрешілердің барлығы аттестациядан өткізілген. Жарыс 8-21 маусым аралығында өтетін болады. Ең соңғы спорт түрі жүзу спорт түрі болады, эстафеталық сайыс, яғни команда 3 ер, 1 әйел эстафеталық сайыста жүзіп өтіп, ең үздік көрсеткен командалар жеңімпаз атанатын болады. Сонымен жарысымыз қорытындылады. Биылғы спартакиаданың басты ерекшелігі бағдарламаға ұлттық спорт түрлерінің енуі. Биылғы ерекшелік спорт түрлерінде ұлттық спорт түрлерін қосып отырмыз. Асық ату, бестас, арқан тарту деген сияқты, тоғызқұмалақ деген ұлттық спорт түрлерін қосып отырмыз. Тағы бір ерекшелік осы биылғы спартакиадан бұл аудан әкімдіктерінде қосып отырмыз. Бұрындары мысалға туындайтын тұғын, енді аудандағылар осы спартакиадаға бізді де қатыстырса деген осындай ұсыныстар болатын тұғын. Осы биыл біз 2 топқа бөліп, әкімдіктер бір топ болса, облыс, қала, аудан әкімдіктер бір топ лига болса, облыстық басқармалар және аумақтық департаменттер мен инспекциялар бір топ болып отыр. Спорттың әр түрінен жеңіске жеткен командаларға естелік сыйлықтар беріліп, дипломдар табысталады. Ал жалпы командалық есепте жүлдегер атанған команда дәстүрлі спартакиаданың ауыспалы кубогын иеленбек. Нұртілеу Жорабек, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы.